Саламатсыздар ма? Мен зерттеуші Уәлижан Нұрайым Жоламанқызы. Мен зерттеу жұмысын жүргізгенді жақсы көремін. Менің зерттеу жұмысымның тақырыбы қызылшаны сиқыры. Ал ендеше бастайық. Алдымен бізге керекті құралдар: қызылша көкөніске жатады. Шыны ыдыс, ыстық су, салқын су, мақта және түтікшелер. Алдымен туралған қызылшаны 2 шыны ыдысқа саламын. Енді 2 шыны ыдыстың үстіне салқын суды құямын. Екінші шыны ыдысқа ыстық суды құямын. Енді түсі өзгере ме екен, байқайық. Байқағанымыздай, салқын судағы қызылшаның түсі қанық емес, ал ыстық судағы қызылшаның түсі қанық. Ал ендеше түтікше арқылы мақтаға салқын судағы қызылшаны тамызып көрейік. Ыстық судағы қызылшаны тамызып көрейік. Байқағаныңыздай, ыстық судағы қызылшаның түсі қанық, ал салқын судағы қызылшаның түсі қанық емес. Достар, қызылшаны бояумен де суретті бояуға болады. Мен қазір көрсетемін. Достар, менің гүлім әдемі болып шықты. Қараңыздаршы. Мен зерттеу ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.